Сәлем достар, бүгін ұн қуырдақ деп аталатын ерекше ыстық тағам дайындаймыз. Ең алдымен ұсақтап туралған етімізді қызып тұрған майда қуырып аламыз. Етіміз қызарғаннан кейін пиязды салып қуырамыз. Дәміне қарай тұз, қара бұрыш және паприка қосамыз. Кішкене су құйып, етімізді 1-1,5 сағат толықтай піскенше қалдырамыз. Енді бір жұмыртқамызды қосып қамыр илейміз. Дайын қамырды бетін жауып 10-15 минутқа қалдырамыз. Сәбізді видеодағыдай тураймыз. Қызыл болгар бұрышында жіңішке етіп турап аламыз. Қамырды арасында 1-2 рет иледім. Енді дайын болған қамырды кеспенің қамырында етіп жаямыз. Қамырды үлкен 6 бөлікке бөліп алдым. Етіміз толықтай пісті. Енді сәбізді, одан кейін қызыл болгар бұрышын салып 5-10 минут қуырамыз. Енді кесілген қамырды 200 градус пеште қыздырылған табаға 2 бетін аударып, кептіріп аламыз. Кепкен қамырды жіңішке етіп кесіп шығамыз. Піскен еттің үстіне кішкене су құйдым. Енді қамырларымызды салып, бетін жауып 15 минут араластырмай пісіреміз. Осымен ұн қуырдақ дайын, қамыры өте керемет болып шықты, бір-біріне мүлде жабыспайды. Сіздер де осылай жасап көріңіздер және каналға жазылуды ұмытпаңыздар.